Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті оқушылар. Бүгінгі менің сабағыма қош келдіңіздер. Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы номер 15 мектеп лицейінің тарих пәнінің мұғалімі Әсемханова Гүлнар Фазылханқызы. Бүгінгі біздің сабақты бастамас бұрын, әрине біз тақырыбымыз Сәтбаев жан-жақты ғалым деген тақырыпты алған болатынбыз. Бірінші үй тапсырмасын Word арқылы платформасы арқылы сұралады. Бұл жерде сұрақтар 8 сұрақ қойылады. Сол 8 сұрақ бойынша оқушылардың білімін тексереміз. Одан кейін ой шақыру арқылы бүгінгі сабақтың қандай тақырыпта болатындығын Мұхтар Әуезовтің Қаныш Имантайұлына арналған керемет сөзі арқылы балаларға экран арқылы көрсетіп, осы сөзді бүгінгі тақырыптың қандай екендігі анықталады. Пікір кім туралы айтылған, тұлға мен пікірдің қандай байланысы бар, айтылған пікірден нені аңғаруға болады деген сұрақ қою арқылы сабақты бастаймыз. Одан кейін біз әрбір 4 топқа бөле отырып, әдебиетшілер, тарихшылар, зерттеушілер, ғалымдар деп осылай 4 топқа бөліп, оларды сол тақырыпты айқындағаннан кейін видео материалдан біз жаңағы көрсетіп, не ерекше болды деген сұрақ қоямыз. Міне осы кезде біз дәптерлеріне тақырыпты жаздырдық. Қаныш Сәтбаев жан-жақты ғалым екендігін және де зерттеу сұрағымыз Қаныш Сәтбаевтың феномені не деген сұрақты қоямыз. Сонымен қатар өздеріңіз көріп тұрғандай оқу мақсаттары Қаныш Сәтбаевтың Қазақстан өнеркәсібі мен ғылымын дамытудағы рөліне баға беретіндігімізді атап өтеміз. Одан кейінгі 4 топқа бөлінгеннен кейін әр топтың спикерлері сайланады. Спикерлер өздерінің бағалы парақтарында әрбір топтың оқушыларының аттары жазылады. Сол аттарында бүгінгі сабақтың бойынша үй тапсырмасын сұрау, жаңа әрбір тапсырмалардың балдары қойылады. Сондықтан ол үнемі сабақта пайдаланылатын болғандықтан балалар қалыптасқан. Менің таңдауым деген платформа арқылы біз балалардың жаңағы арнайы материалдар бере отырып, сол ішінен өздеріне таңдап алады. Мысалы, балалар мынаны таңдап алды, ол жерде Рузвельттің жаңағы Қаныш Имантайұлы Сәтбаевпен кездесуін таңдап алды. Ол жерде жаңағы ағылшынның арнайы жазылған сөздері тұрды. Сол арқылы олар өздерінің қосымша деректі оқып келгендігін аңғартты бір топ. Екінші топ жаңағы өздерінің Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың алгебра оқулығы деген суретті алып отырып, сол оқулықтың авторы болғандығын әңгімеледі. Үшінші топ ұлы жеңістің жаңағы биыл 79 жылдығына арналған жаңа өздерінің осы ұлы отан соғысына қосқан үлесін айтып өтті. Төртінші топ Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың әкесінің берген батасы арқылы осы жаңағы өздерінің керемет жаңағы балалық шағына да оралды. Одан кейін Эйлер шеңбері арқылы біз жерде көріп отырсыздар, жұптық жұмыс болды. Осы шеңбер арқылы әрқайсысы мынадай сұрақтарға жауап берді: кім, қайда, қашан, неге, нәтиже. Міне осы сұрақтар арқылы әрі қарай біз жұптық жұмыстың жаңа нәтижесін көрдік. Одан кейін жеке жұмыс берді. Жеке жұмыста көріп отырсыздар, алған білімі, мамандығы, ғылыми еңбектері, атқарған қызметі қорытынды жазылды. Бұл жерде дескриптор берілді әрбір оқушыға. Қаныш Сәтбаевтың алған білімін біледі, Қаныш Сәтбаевтың қызметін анықтайды, Қаныш Сәтбаевтың мамандығын сипаттайды, Қаныш Сәтбаевтың кемінде 3 ғылыми еңбектерін жазады, Қаныш Сәтбаевтың қызметі бойынша кемінде 3 нақты мысал келтіреді. Міне осындай жаңағы жеке жұмыс орындалды. Осы жеке жұмыс орындалғаннан кейін оның жауаптары тексерілді, ол экранға беріледі. Біріншіден 1911 жылы Павлодар қаласындағы орыс-қырғыз училищесінде, екіншіден Семейдегі мұғалімдер семинариясын 1918 жылы бітіргендігін, және де 1926 жылы Томск технология институтын бітіргендігін, осы жөнінде алған білімін айтып өтсе, негізі мамандығы тау-кен инженер-геолог деп көрсетті, және де еңбектері қазақ мектептеріне алгебра оқулығын жазды, жазылған мыс кен орындарын ашты деген осындай да болу керек. Және де қызметтері бойынша Семейде мұғалім жұмыс жасады, геологиялық институт директоры қызметін атқарды, және республиканың болашақ ғылым академиясының басшысы болып қызметін атқарғандығын және қорытынды ойларын айтып өтті. Осы жөнінде жеке жұмысқа арнайы бал қосылды. Одан кейін біліміңді танып бағыты бойынша әрине балалардың ішінде әрбір көшбасшы балаларды анықтау мақсатында әрбір балалардан өздеріне осы кездегі Сәтбаев Павлодар қаласында орыс-қырғыз училищесінде қай жыл аралығында оқығандығын, және де ауылда Қаныш Сәтбаев қазақ мектебіне арналған қандай оқулық шығарғандығын, және де Қаныш Сәтбаевтың Томск технология институтын қай жылы бітіргендігін, одан
одан кейін Томск технология институтына түсуді кейінге не себепті қалдырды деген осындай сұрақтар арқылы, және Семейдегі мұғалімдер семинариясын қай жылы аяқтап диплом алды, Қаныш Сәтпаев балгер оқуын қай жылы жазып аяқтады. Осындай сұрақтар арқылы біз жаңағы балалардың ой өрісін дамытты және де шығармашылық шыңдауда осындай ойын ұйымдастырдық. Бұл ойынның аты «Миллион теңге бұйырады» деп аталады. Одан кейін 4 сөйлем әдісі арқылы жаңағы таңдаған тақырып бойынша өзінің пікірлерін бір сөйлеммен жазды және бір сөйлеммен дәлелдеді және де байланыстырып мысал келтірді. Одан кейін қорытынды шығарды. Міне осы әдіс арқылы біз балалардың бойында Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың жан-жақты ғалым екендігін дәлелдедік. Одан кейін сабақтың ең соңында балалар мынау қ әдісі арқылы сабақтың қай жері құнды болды, сабақтың қай тұстары қызықты болды, сабақтың қай тұстары қиын болды деген сұрақтарға жауап ала алдық. Бұл жерде енді айтып өтетіндей, бұл жерде балалар өздерінің әсіресе ұнағандығы, мысалы арасында бізді сергіту уақытында Қаныш Имантайұлы мынау домбыра тартқанды жақсы меңгергендігін, соның ішінде оқушылар өздері күй тыңдау арқылы балалардың арасын сергіту уақыттары болып өтті. Енді осы жерде бағалау парағы әрине бұл жерде ұтымды жағы, әрбір спикер өзінің жаңағы ұпай санын беріп отырса, сонымен қатар пән мұғалімі ретінде мен әрбір оқушыға жаңағы Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың ең алғашқы молибден және мырыш, осы және үшінші мыс, осы жаңағы сол суреттер арқылы әрбір топқа таратып отырдым. Жақсы жауап берген оқушыларды жаңағы қолпаштау мақсатында және де топтардың жеңіске жету мақсатында осы соңында осы қорытындыға әсер етті. Сондықтан бұл сабақтың ең бір жақсысы біз Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың соңында балалар қорытындылағанда өнеркәсіпке және ғылым саласына қосқан үлесі қандай болғандығын өз сөздерімен айтып, қорытындыны жаңа әрбір спикер қанша балл жинағандығын атап өтті. Соның ішінде мысалы ерекше атайтын тағы бір нәрсе, бұл жерде әрбір баланың өзінің шығармашылығын шыңдау және де оқулықтағы деректерді де оқу мақсатында олардың сол кездегі ағылшын премьер-министрі Уинстон Черчилльмен кездесуін өте керемет жаңағы атап өтті. Қаныш Имантайұлының сөзімен жаңағы жақсы байланыстыра білді. Бұл жерде ағылшын тілінде ағылшынша сөйледі және де екінші бір ұтымды жағы Ұлы Отан соғысына қатысқан біздің осы Ұлы Отан соғысы кезінде мынау қару-жарақты дайындау кезінде өте қиналыс болғандығын, Украинадан келетін жолдың бәрі жабылып қалғандығын, соның әсеріне жаңағы біздің тез арада Қаныш Имантайұлының жаңағы басшылығымен осы қару-жарақтарды дайындауға өте үлес қосқан, әсіресе мынау танкты дайындауды, ол жаңағы арнайы менің таңдауым деген кезде сол балалар өздерінің қолдарына сол нелерді алып жақсы ашып айтты. Одан кейін тағы бір атап өтетін нәрсе, бұл жерде жалғыз геолог қана емес, Қаныш Имантайұлы әдебиетші, тарихшы, сонымен қатар ередіге жазған жаңағы, одан кейін жаңағы нұсқасын Шоқан Уәлихановтың жазғандығын және де Мұхтар Әуезовпен бірге Абай жолы романын жазуда да бірге жұмыс атқарғандығын балалар өте жақсы көрсете алды. Содан кейін ең бір жақсы несі, бұл жерде ұтымды жағы деп айтуға да болады. Ол кісінің жаңағы балалық шағын өте жақсы батамен өскендігін және де ол кісінің әкесінің би болғандығын балалар өздерінің өмірімен байланыстырып, алғашқы оқу орнына барғанда осы Қаныштың жаңағы негізгі әжесінің де рөлінің атқарғандығын, осындай балалардың жаңағы ата-ананың балаға деген құштарлығын өз бойларына сіңіре білді. Сонымен қатар құндылықтарды мысалы осы жерде баса назар аударуға болады. Әсіресе біз рухани құндылықтар, соның ішінде ар-ұят, талап, жаңағы мынау біздің отанға деген өзіміздің қызмет ету жаңағы балалардың бойында болу керектігін және мамандықты дұрыс таңдай алу керектігін бұл жерде біз баса назар аудардық. Сондықтан бұл жерде айтатын нәрсеміз, енді үйге тапсырма берілді. Осы жерде Қаныш Сәтпаевтың отандық ғылымға қосқан еңбегі зор. Ой түйін жазу, осы жөнінде балаларға сабақтың жаңағы қалай өткендігі жөнінде біз спикерлар өздерінің қай бала жақсы қатысқандығын өздерінің бағалау парақтары арқылы берді. Сол бағалау парақтары арқылы біз жақсылап сабағымыздың өте жақсы өткендігін білдік және де сол арқылы біз бағалап білім алға осы бағаларды түсірдік. Бұл жерде енді балаларға да түсіндірдік, ой түйін жазуда олар
бүгүнкү алган сабактарын қазіргі кейінгі Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың атындағы жаңағы мектеп оқу орындарымен кейінгі кездегі өмірмен байланыстыру жөнінде соны біз тереңірек қолға алуымызды және де қосымша деректер арқылы тағы да қайталап келулер сұралды. Енді біздің сабақ осындай мақсатта болғаннан кейін әрине және де біздің осы ұлы тұлғамыздың ғылым саласына қосқан үлесімен қатар басқа да жаңағы әсіресе 12 сәуір күні біз Қаныш Имантайұлының туған күні дейміз, және де бізде ғарышкерлер күні ғой. Сол күні де біз осы сабақты тағы да қосымша сабақ ретінде YouTube каналына жазып, осы барлықтарыңыздың көрулеріңізге және де өз ой пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймыз.